біліп берші. Ассалаумалейкум. Алейкумассалам. Жаңа айтып едім ғой, Амин Елисенов дейтін азаматты алып кеткен, сол туралы ақпарат білуін дедім деп. Түсіндім. Амин Елисенов дейтін азаматты полицейскийлер үйінен алып кеткен. Алып кеткен? Иә. Сол туралы ақпаратты білейін дедім. Аты жөнім Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлы. Жаңа Дүйсенбай каналынан соқтырын жаңа бірінші алған полицейский айтып едім ғой. Иә. Алло, иә. Ау, что там? Не? Қалай, что там дейінде? Жаңа айтқан сен емес па, басқа адамсың ба? Жоқ, басқа адам. Жаңа Амин Елисенов дейтін азамат танисыз ғой? Кімді? Амин Елисенов. Иә. Сол азаматты үйінен полицейскийлер алып кеткен. Сол нешін алып кетті қазір, қайда сол туралы ақпарат? Қандай? Адресі нақты білмеймін, адрес қандай екенін. 30-ші микрорайон тұратын еді? 30-ші микрорайон участковыйға шығар онда? Сол біліп бересіз ба сол туралы ақпаратта? Участковыйдың болса, участковыйына хабарласып. Мен сізге участковый номерін берейін. Айтын анда. Бізге ішке полиция басқармасынан зат болған жоқ, ондай группаны ешқайда жегіліміз ешқайда. Иә, номерін айтыңыз онда. Қазір айтамын. Алло. Иә, номерін айтыңыз. Қазір кәмет Марат Қалдыбаев. 702 802 474 474 1626. Сендерден онда ешқандай Марат, иә. Сендерден онда ешқандай хабар жоқ та, Амин Елисенов алып кету жөнінде де? Жоқ, бізге Говудовичка алып кеткен жоқ. Жақсы, рахмет сауыңыз. Ассалаумалейкум. 35-ні участковыйсыз ба, Марат? Жаңа мен 102-ге соғып едім ғой, аты жөнім Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлы, жаңа Дүйсенбай каналын деп. Амин Елисеновті үйінен алып кетті де. Сосын 102 айтады, біз алып кеткен жоқпыз дейді, бізде ондай ақпарат жоқ дейді. Участковыйнен соғып білінче дейді. Қой, біз алып кеткен жоқ, біз білмейміз оны. Ешін білмейсіз де. Жақсы, түсінікті, рахмет. Сау болыңыз. Оператор іздейді, саламатсыз ба? Саламатсыз. Аты жөнім Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлы, жаңа Таспаев Мақсат дейтін ағамыз бар еді, жұмыс орнынан полицейскийлер алып кетті де. Сол жұмыс орнынан 2 полицейский келіп алып кетті де. Сол бойынша ақпарат білейін деп едік, не үшін алып кетті, қайда алып кеткен. Жаңа соны естіп жатырық та, сол хабар. Жұмыс орны қай жақта? Шығыс 2 жанрда. Қаланың полицейскийлер алып кеткен ба? Қаланың алып кетті, сол алып тұр ғой, мен ол жақта болған жоқпын, сосын жаңа біліп сол не болып жатыр екен деп. Үлкен кісі ғой пенсиядағы. Атып кетіп тұрмыз, мен старший инспекторға қосайын, қоймаңыз, иә? Иә. Амансыңдар ма? Қазақша түсінесіз ба? Қазақша сөйлейсіз. Жаңа Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлы аты жөнім. Таспаев Мақсат дейтін азаматты жұмыс орнынан полицейскийлер алып кетті де. Үлкен кісі пенсиядағы. Сол не үшін алып кетті, ақпарат бересіз сол туралы? Қай жерден алып кетті? Шығыс 2 бизнес-центр жанрдан. Иә. Жаңа Таспаев Мақсатты жұмыс орнынан алып кетті де, сол бойынша ақпарат бересіз ба деймін де?
Жоқ, білмейміз ол бойынша қандай ақпарат екен. Сендер алып кеткен жоқсыңдар ма ол азаматты? Жоқ. Онда кім алып кетті, білесіз ба? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біз Жаңаөзен қаласындағы Жаңаөзен жергілікті кәсіподақ мүшелері. Қазіргі таңда 7 қараша 2023 жыл болып жатырған жағдайға байланысты отын энергетика салалық кешендік кәсіподақ төрағасының кеңесшісі Елеусінов Әмин ағамызды халықтың мұң-мұқтажын жергілікті билікке жеткізген үшін 15 тәулікке қамауға алынған болатын. Бұл жасалған әрекет Конституцияның 32 бабына қарама-қайшы. Осыған байланысты өз наразылығымызды білдіріп, үндеу жолдаудамыз. Тез арада заңсыз әрекет тоқтатылып, Әмин ағамыз босатып, әділдік орнатылуын талап етеміз. Босатылмаған жағдайда барлық заңды мүмкіндіктерді пайдаланып, әрекет етеміз. Әмин ағамызға бостандық! Бастаймыз. Мен Тасбаев Мақсат Сайманұлы. Бүгін 7 қараша жұмыс орнына келіп жайғасып отырған уақытта сағат 10-нан 15 минут кеткен уақытта ДВД-ның 2 сотруднигі келіп маған өздерінің бірге жүретінін айтты. Біз егемен ел қайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, сондықтан мен олардың бірінші құжатын көретінімді ескерттім, олар көрсетті. Бірақ заң аясында өзінің шақырту қағаз дейтіннің барлығын болатын су бойынша келіп тұрма деген сұрағыма барғасын беріледі деген уәждерін айтты. Мен онсыз бара алмаймын деп өзім қарсылығымды білдірдім, бірақ әйтеуір басшыларымды ұрсып жатыр. Бір-екі ауыз әңгіме айтасың, сосын өзімізді әкетіп тастаймыз деген әңгімелерін айтып, жақсы деп заңға бағынатын егемен елдің азаматымыз ғой. Сол екі сотрудниктің артына еріп, мен бірге 3-ші бұл микрорайондағы бұрынғы таможня қазіргі полиция бөлімшесіне мені алып келді. Сіздің қасыңызда, аға сөзіңізді бөлейін. Сіздің қасыңызда бір кабинетте болдыңыз ба? Әмин Елеусінов ағамен? Жоқ, Әмин анаяқта келестім, мен бір жерде болған. Әмин ағаны сонда қалай алып кетті, қай жақтан алып кеткен, соны толық айтып бересіз ба? Әминді үйінен алып кеткен. Үйіне барған, сосын енді өзінің айтуы бойынша үйіне келіп, сотрудниктер келіп алып кетті. Сол Әмин менің алдымда сөйледі, допроста отыр екен, сөйлесіп жатыр екен. Мен анаяққа барғаннан кейін, мен жарты сағат, бір сағатқа жақын кабинеттің бойында отырдық. Біреу анда жұмсады, біреу мында жұмсады, әр кабинеттің есінде барып жүрдік. Сосын бір следователь деймін, сол айтты, мен жаңағы түсініктеме аламын деп. Соның түсініктемесін бердім. Мен несіне жаңағы не қылуым керек, қорқып, ұялмаса қылуым керек. Сізді мына жұмыс жеріңізден алып кетті, Әмин ағаны үйінен алып кетті ғой. Әминді үйінен алып кеткен енді, ол өзі Әминнің өзі айтты. Үйден келіп алып кетті. Әмин ағаға күш қолданды ма екен, білесіз ба? Оны өзі мен естіген де жоқпын. Маған да ешқандай күш қолдану, ондай әрекет ештеңе болған жоқ, бірақ бұл жерде қалалық прокурордың өзі сол жерде болды. Сол қалалық прокурордың өзіне тікелей өзім сұрақ қойдым, егемен елдің азаматы ретінде. Прокуратура бұл қадағалаушы орган екенін білесіз. Сол міне қазіргі таңдағы болып жатқан заңсыздықтар неге сен қадағаламайсың дегенде дежурный прокурор бар, сол келеді деп сөйледі. Содан кейін мен дежурный прокурорында көрген жоқпын, жаңағы қалалық прокурорда көрген жоқпын. Сізді қай микрорайонға, қай учаскеге алып кетті? 3-ші бұл микрорайонда полиция бөлімшесіне алып барды. Бұл жерде сотрудниктердің аттарын білмейсіз ба? Жоқ, мен аттарын бекзат деді, біреу тағы бірдеме деді, мен оны точно білмеймін аттарын. Сізге повестка ештеңе көрсеткен жоқ қой? Повестка ештеңе көрсеткен жоқ, сұрадым, оны барғаннан кейін белгілет деген әңгіме айтты. Бірақ мен ол жерде де айттым, қазіргі беріп жатқан повестка маған керек емес. Неге десең, сен повестка менен
маған келген уақытта бүйірлерің керек еді дедім. Иә. Сосын әдделге алып барып 3 сағат жақындаған уақытта мен сосын оларға айттым. Сағат 3 сағат болды. 3 сағаттан кейін сіздер ешқандай құқықтарыңыз жоқ деп сөйткенде болады. Сіздер 11-де келдіңіз, әлі 3 сағатың болған жоқ деген уәжді айтып, маған сағат кешкі сағат 5-ке дейін ұстады ғой. Неше сағат болдыңыз сонда ГОБД-да? Мен қарап отырсам, сағат 10-нан кеткенде алып кетті мені. Жаңа 5-тен кете жіберді мені. Әкеліп тастап жануардың алдына әкеліп. 7 сағат ұстаған болып тұр ғой. 6 сағат мені. 6 сағат, 7 сағат, иә. Әмин аға сізге басқа не айтты? Ештеңе деген жоқ, маған әуелден 12-15 суткаға кетіп барады, мені шешім шығарып деді. Ол жерде онлайн, басқа бір кабинетте онлайн сот жүрді, бірақ ол сотқа мені шақырған жоқ. Сіздің жасыңызға байланысты анау деген әңгімелер айтып жатыр. Мен де осы несінде бірге болдым деп соттайтын болса соттан, оттайтын болса оттан шешімдер шығаршы маған, мен деп сөйлеп едім ол. Сосын 2 сотрудник келіп, сіздің далаға алып шығып, мәшинемен сізді үйге алып несемін, анау білмеймін. Үйіңізге әкеліп тастады ма? Үйге әкеліп тастады. Әмин ағаны қандай баппен соттап жатыр? Әминді 488-дің 7-ші тармағы бұл митинг ұйымдастыру, әлеуметтік қоздыру деген өзінің 7-ші тармағында көрсетілген заң бойынша. Бұл жерде әлеуметтік деген қоздыру я болмаса митингге шақыру деген бұл ешқандай иісінде жоқ. Неге? Жала жабылып отыр ғой. Далада бір жерде шақырып, өзі жинап, өзі барып жинаса, онда болады да. Иә. А бұл тек қана чатта ғана осындай жиналыңдар. Сосын барып қана әлеуметтік сала бойынша біздің заңсыз жұмыстан шыққан азаматтарды әкіммен кездесіп, бұрынғы заңсыздықтарын орнына айтайық, жұмысқа қайта орналастыруға ықпал жасайық деген өзінің жаңағы уәжі болатын. Менің де уәжім сондай. Мен де бүгін ертеңде, ертең кететін болса, мен де әлі де осы сол немнен қайтпаймын. Бұл мені үгіттеп, я болмаса бір үкіметке қарсы қойып, я болмаса заң мемлекетке ешқандай нұқсан келтіруге одан аулақпыз. Біз халықтың заңсыз жұмыстан кетіп, қаңғып, бала шағасымен кеткенін көріп, соның осы уақытқа дейін шегіп жатқан зардабын көре тұрып, көз жұмуға біз жол бермейміз деп айта аламын да. Сол үшін біз осы неге қадамға бардық. Қандай жаза қолданымыз десе, мен оған дайынмын, бірақ ол үшін ешқандай жаза болады деп ойламаймын. Неге әр егемен елдің азаматы өзінің халықтың алдында ара-таза болып, любой қандай да бір вопрос көтеруге құқылы делінеді. Өз ойын айтуға, демократиялық зайырлы мемлекетте бола тұра, біздер дауысымыз шығарылмасақ, бірдеме айта алмайтын болсақ, онда не үшін өмір сүріп жатқанын мен түсінбеймін. Заңсыз сотталды ғой. Әмин Елеусінов. Заңсыз сотталды. Оған да қазір көз жұмып отыр барлығы да. Кезінде осы бесеу деген бағдарламаны 12-13 жылдар, 14 жылдар көтерді. Сол кезде бізде қарсылық білдірдік. 15-16-да да өтеді, оған да қарсылық білдірдік. 17-ші жылы алып та сосын Әмин Елеусінов, Нұрлыбек Қошақбаев біздер де статьямен кеттік біздер. Бірақ мен қандай жаза алсам да оған өкінбеймін. Неге десең, біз өзіміздің халықтың құқығын қорғап, сол кеткенге дейін, жұмыстан кеткенге дейін халықтың құқығын қорғап өттік. Енді қазіргі таңда сол бесеудің заңсыз екенін әр жерде тек қана біздің Маңғыстаудың несінде емес, төрінде, соны Астананың төрінде әр азаматтар, кейбір жақсы кәдімгі елге заңсыз азаматтар өздері айтып жатыр. Бірақ оны дәлелдейтін, еститін құлақ, я болмаса еститін мемлекет жоқ, шынын айтқанда. Өкімет жоқ, дұрыс айтасыз, иә. Шынын айтуға көп заттардың бәрін халықтың сондай бір өзінің бойкөздік дейміз ба, я болмаса өзіндік ынжықтық әртүрлі бір қорқыныш үрей бар. Үрей басым халықта. Неге біздер осы егемен елде тұрып, зайырлы мемлекетте тұрып, біз өзінің дауысымызды айта алмаймыз, шығып, жаңа бір ауыз деймін, неден қорқып, облыстық акимат, я болмаса мынау структура, мынау органның азаматшылары, әрқайсысы өзінің жаңағы міндеттерің бар, өздерінің жаңағы істейтін істерің бар, мысалы деймін, бар ғой. Олар өзінің ісіне сай болу керек әр адам мысалы.
мен енді кәсіподақтың төрағасы ретінде айтарым, халықпенен мен біргемін. Қашанда халықпенен біргемін. Бүгін болса да жанымды беруге дайынмын халық үшін. Рахмет сізге, көп. Иә, бар. Иә. Келуге болмай ма? Біз кешке алып кетті ғой, сол үшін тамақ алып келатырмыз ғой. Болмаса білеміз бізде тәртібін. Мына Әмин Елеусінов ағаны 488 баптың 7 тармағымен 15 суткаға жапқан. Қазір спецприемникке тамақ әкеліп тұрмыз. Келсек, уже мына жерде гайдың машинасы тұр мына жерде. Бізді күтіп. Не сотрудникіне? Саламатсыз. Саламатсыз. Нешін тұрсыз? Сіз нешін тұрсыз? Бізді аңдып тұрсыз ғой да? Жоқ. Мен сіз нешін аңдып? Біз неше рет келіп жүрміз мына жерге? Сізді көрген жоқ, сіз осылай тұратыныңызды. Мен сіз нешін аңдып? Нешін аңдайсың? Нешін аңдайсыз? Өзіңіз сөйтіп ойлап тұрсыз. Сіз өзіңіз бірдеңе бүлдірейін деп тұрсыз, мен білмеймін. Сіз бүлдіреді. Мен бірдеңе бүлдіріп жүргенімді көрдім бе? Не алдайсыз? Менің бірдеңе бүлдіріп жүргенімді көрдіңіз ба? Енді сіз өзіңіз күдіктеніп келіп тұрсыз, мені аңдып тұрсыз. Иә, аңдып тұрсыз сіз. Сіз бізден бұрын жетіп тұрсыз мына жерге. Білдіңіз ба? Не ол? Алатын болды ма? Шақыратын болды ма? Ананы түсіріп алып едім ол. Бізден бұрын келіпті, алла мыналар. Бізден бұрын келіпті деймін да. Маңғыстаулық белсенді ағамыз Әмин Елеусіновті митинге шақырды, призив жасады деп 488 баптың 7 тармағымен 15 сутке қамаған. Бүгін таңертең үйінен алып кетіп. Енді мына спецприемникке келіп тұрмыз, қазір тамақ беруге. Жаңа кешкі уақытта қамады, 5-6 сағат ұстаған. Қолдаушылары бар, барлығымыз келіп тұрмыз. Қасқалар, қазайындеріңізге беріңдер. Не істеп атқанын айтып. Мыналар қамалып келіп тұр мына жерде. Мынандай ер адам бар, мынандай әйел бар деп бәрін айтыңдар. Иә, бастықтарына не беріп атыр? Отчет беріп атыр. Неше адам келді? Ақтау спецприемник. Машина бар ма? Тағы да басыңыз жаңа кнопкасын. Басыңыз. Қағыңыз, есін қағыңызшы. Көрдің бе бұлардың жала жауып? Сендер заң бұзайын деп тұрған шығарсыңдар деп. Әмин. Хабарласу керек еді? Неге? Арнайы қараудан бастығым. Түнгі уақытта болмайды, күндіз уақытта келген. Жаңа түсті ол. Жаңа түсті ғой. Сіз заңсыз алып кеттіңіз ғой. Соның үйінің кілтін, машинасының кілтін сұрап беріңіз. Қандай керек? Заттары бар, алып кететін заттарын. Хорошо, қазір заполнение баяндаймын, не заттар керек екенін өзінен сұраймыз қазір. Сосын жүретін заттарын. Сосын машинасының үйінің кілтін сұрап алып беріңіз.
қазір қолхатпен кімге тапсырады жіберейік деп едік сосын соткіде бар ма Қасқаз 5 минут. не үшін тамақты аласыз қазір кешкі уақытта қамадыңыз ғой сіз өздеріңіз кеш әкелдіңіз ғой кеш алып келдіңіз мында жоқ іште мен тамақ бердім қазір тамақпен қамтимын ба болды тамақпен қамтылды жағдай жатар сонда да мына кішкентай ғана тамақ алып кел алыңыз мына тамақты қабылдаңыз біз кешкі уақытта келіп тұрық енді жаңа қамадыңыз өзіңіз 1 сағат болды қазіргі уақытта мен айта алмаймын сізге қабылдай алмаймын сіз аты жөніңіз кім болады мен осы жерден бастаған полиция капитаны Жүсіпбек есімі Өркен болды Жүсіпбек Өркен сіз алыңыз ана тамақты Ne aldı? мына спецприемникке тамақ әкеліп едік міне Әмин Елеусінов ағаға қарайған полиция жиналып жатыр қазір мына кісілер түсті мына машинадан міне Үйлесен лаймен келіп тұр. Бүгін тамақ саған кешке қарай шешім шықты. Сол не зат керек, не зат керек емес, қалай болады, не болады, соны бір көру керек. Шай келді, жүрім шықты. Сол хат аламын деп, бәрін сен хабарын беремін. Түн мезгілі болды. Жоқ, біліп отыр, сол просто кешке келгеннен кейін қазір тамақта жеген жоқ, күні бойы ұстап отыр. Қалай болды, не болды, сол үшін келіп отыр. Қазір сол хаттың барлықтарын. Алып шығады, соны күтіп отыр. Шешімін 15 тәулік берді, енді охранение объекті өздеріңіз білесіздер. Жоқ, түсіндіріп жатқан жоқ, шаттан тұрып қой. Жалпы айтып түсіндіріп жатқан. Камера нелеріміз жоқ, жан жақтан көргеннен соң келіп сол барлықтарын тездегенбіз. басқа нені көрмей қаласыздар да басқа нені көрмей қаласыз біздің осы жерге келген көріп қаласыздар ма оларды көрмейсіз олар сатпайды сіз кім боласыз аты жөніңіз кім мен активистпін Жаңаөзеннен болам Досекеева Жадырам сіз мында келдіңіз сіз өзіңіз аты жөніңізді таныстыруға міндеттісіз ғой адамдарға обращать етіп жатсыз ғой малға емес сіз өзіңіз таныстырмастан келіп мына жерге әңгіме айтып жатырсыз қазір Aman hocam. Ақтаудамын спецприемниктің алдында Әмин Елеусінов ағаны 488 баптың 7 тармағымен 15 суткаға қамаған. Сол үшін келіп тұрмыз. Мына жерге полиция толып кетті, мына машиналар. Әмин Елеусінов ағаны үйінен алып кеткен. Тауыр Мақсат деген ағаны жұмыс жерінен алып кеткен. Мақсат ағаны жіберген, бірақ Әмин ағаны 15 суткаға қамаған. Митинг тәртібін бұзды деп 488-дің 7 тармағымен. Айналамыз толды полицияға. Біз келсек уже мына жерде тұр екен міне. Аржанда хозяиндеріне отчет беріп жатыр. Спецприемникке кешке қамаған үшін тамақ берейін десек, осыншама полиция келіп тұр. Жоқ, оның қолына бермейді. Бермейді қолына. Бермейді ғой саған қолына бермейді. Тамағын алыңыз. Пирожки ғой да. Алды ғой да. шешімді қайдан қарау керек
Егоп. Мәссаған, ан жақтың бәрі сотрудникке толып кетті, анан қара. Анан қара, жай машинамен толып тұр ғой. Анан қара. Апа, Амансың ба? Бізді мына жерде бүлік жасайды дей ма? Білмеймін, затқа шошиды бұлар, Жай машинамен толды мыналар айналаға. Бастықтарына дейін осы жерде жүр ғой міне. Ар жақта не деген адам бар? Нұрбек шықты ма? Іштен? Әмин Елеусінов ағаны қамаған үшін спецприемникке келіп едік тамақ беру үшін. Осыншама полиция айналаны қоршап тұр қазір. Жай машинамен, шамамен 15-тей сотрудник бар мына жерде. Гайдың машинасы екеу, міне біреуі. Біреуі мына жақта міне. Мына ағаның қолдаушылары. Путин құрсын, не құрсы. Бір тамақ береміз деп келген үшін осындай болып, міне айналаның бәрі полицияға толып, бізді не үшін келгенімізді сұрап, солай тексеріп жатыр. Ақтау спецприемник. Сен бірдеңе бүлдірейін деп тұрған шығарсың деп қояды маған. Прямой эфир өшірмей тұрым. Білмеймін, бұлар не істейін деп тұрғандарын. Бірақ біз ештеңе бүлдірейін деп атқан жоқпыз. Қамағымызды беріп. Амансыз ба? Келуге болмай ма? Ағама келдім. Неге қамайсыңдар сендер? Әмин аға не үшін қамадыңдар? Басқа шаруамен жүргенге құқсамайсың ғой.
Біздер кеткенше күзетіп тұра беріңдер осы жерде. Көрдіңіздер ма? Қанша сотрудник бар ана жерде? 5-еу. Машинада отырғаны қанша? Бәрі тығылып, машиндарына тығылып атыр. Видеоға түспеу үшін. 02-22-12 Маңғыстау. Қазірше тыныш. Прямо эфир дайындап қоям, қазір қайттан қосылам. Енді мыналар кете қойған жоқ, полиция. Айналаң бәрін қоршап тұр қазір. Қара беттер камерадан тығылып қашады.